Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы тасмолы археологиялық мәдениеті екінші сабақ. Оқушылар, естеріңізде болса, өткен сабақта сіздер айтқам, осы тақырыптың 2 сағатқа берілгенін дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: мұртты обалардың ерекшелігі неде? Сабақтың мақсаты орталық Қазақстан аумағынан табылған археологиялық ескерткіштермен танысу, тасмала обаларының жерлеу ерекшеліктерін сипаттау. Оқушылар ең алдымен білімін сайтын пайдаланып, тасмала археологиялық мәдениетіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Орталық Қазақстан қазіргі Қарағанды, Ақмола, Павлодар, Жартылай облыстар мен Торғай даласын алып жатыр. Геродоттың айтуы бойынша ерте темір дәуірінде Қазақстанның солтүстік батысын аргипилер, орталығын Исидондар, шығысын Аримаспылар мекендеген. Сарыарқаның ерте темір дәуіріндегі ескерткіштер жиынтығы тасмола мәдениеті деген атпен белгілі болды. Алғашқы ескерткіштер Павлодар облысы Екібастұз ауданындағы тасмола өңірінен табылған. Осылайша тастан үйілген обалар өз атына сәйкес тасмола мәдениеті деп атауға ие болды. Оны ерекше бөліп алуға 2 қатар тас тізбегі бар мұртты обалар себеп болды. Тасмола обалары 2 жерлеу орнынан тұрады. Біреуіне адамды жерлесе, екіншісіне мініс атын көмген. Тасмола қорғандарын зерттеуді алғаш қолға алған археолог ғалым Әлікей Марғұлан мен шәкірті Мир Қадырбаев болды. Әлікей Хақанұлы Марғұлан 1904-1985 жылдар Павлодар облысына қарасты Баянауыл елді мекенінде дүниеге келген. Әлікей Марғұлан әдебиет танушы, өнер танушы, шығыс танушы, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы. Бүкіл одақтық география қоғамының толық мүшесі 1933, филология ғылымының докторы 1945, Қазақстан ғылым академиясының академигі 1958, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері 1961. Ғалымның редакциясымен Шоқан Уәлихановтың шығармаларының 5 томдық академиялық жинағы жарық көрді. Сондай-ақ Әлікей Хақанұлы қазақ халқының аңыз ертегілері мен жырларын зерттеген ғалым. Мир Қасымұлы Қадырбаев 1932-1982. Ақмолада дүниеге келген көрнекті археолог ғалым, қола дәуірі ерте көшпелілер, орта ғасырлар, қазақтың отырықшылық мәдениеті бойынша сан салалы еңбектердің авторы. Ғалымның негізгі зерттеу тақырыбы тасмола мәдениеті болды, және осы мәдениетті жан-жақты ғылыми негіздеді. Ғалымдар мұртты обалар обсерватория рөлін атқарған деп есептейді. Мұртты обалардың 4 түрі кездеседі. А. Үлкен обаның шығыс жағынан салынған кіші оба, кіші обаның шығысынан мұрт сияқты 2 қатар тас тізбек кетеді. Ә. 2 оба оңтүстіктен солтүстікке қарай қатар тұрғызылады. Шығысқа қарай мұрт сияқты 2 қатар тізбек салынған. Б. Алдымен бір үлкендеу оба салынады, оның үстіне тағы бір кіші оба тұрғызылады. Үлкен қорғанның шығыс жағынан 2 қатар тас мұрт тізіледі. В. Ара жігін білдірмей, бірінің үстіне бірі салынған 2 обадан тұрады. Шығысқа қарай 2 тас тізбек тартылған. Мұртты обалардан алынған заттық деректер 3-ке бөлінеді. Қару-жарақтар, ат әбзелдері, ғұрыптық заттар, әшекейлер, тұрмыстық бұйымдар. Тасмола мәдениетінің қолөнеріне алтыннан жасалған жолбарыс пішіндері, таутекенің қола мүсіндері, қабан мен бұлан бедерленген қола айналар, шиыршықталған қабан тәрізді мүйіз қапсырмалар сақ қолөнеріне жатады. Аңдық нақышта дайындалған көп тұлғалы композициялардың бірі мүйіз қапсырмадағы көрініс алыстағы Туваның Алдыбел ескерткіштеріне ұқсас. Табылған зергерлік бұйымдар бедерлеу әдісімен көркемделген. Зерттеушілердің көпшілігі мұртты обалар жаратушы мен ата-баба рухына табыну орны болған деп есептейді. Мұртты обалар ежелгі заманда Қазақстан аумағында
өзіндік ерекшеліктері бар мәдениет болғанының айқын дәлелі. Оқушылар бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқимыз. Оқушылар қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма кім, қайда, қашан ойын. Яғни оқушылар керекті сөздерді пайдаланып, бос орындарға қоямыз. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.